Алматы облысындағы Көксай елді мекен тұрғындары баспанасыз қаламыз ба деп алаңдап отыр. Айтуларынша бастапқыда заңды түрде сатып алған жер телімдері кейін заңсыз деп танылып, аталған аумақ бас жоспар бойынша көп қабатты тұрғын үй салуға арналғанын естіген. Енді тұрғындар Қарасай ауданының әкімдігінен нақтысын айтып, мәселені әділ шешуді талап етіп отыр. Қазір бұл аумақта 200-ден астам үй бар. Тұрғындардың айтуынша бұл жер телімдері 2023 жылдан бастап заңды түрде сатылымға шыққан. Халық құжаттарын рәсімдеп, тіпті кейбірі үй салып, қоныстанып та үлгерген. Алайда 2024 жылдың соңында аудандық прокуратура бұл аумақ бас жоспарға сәйкес көп қабатты тұрғын үйге арналған деген уәжбен ауыл тұрғындарын сотқа берген. Ең сорақысы, бұл туралы халыққа алдын ала ешқандай ескерту жасалмаған. Көпшілік бұл жағдайды 2025 жылдың қаңтарында ғана кездейсоқ біліпті. Ең басында алған кезде жер учаскелерін бәрі тексерілген кезде ЕГК сайты арқылы тексерген барлық базада тұр, ешқандай қызыл линияда жоқ, бәрі таза болған. Содан 2025 жылы 10 қаңтарда ЕГО сайтынан байқаймыз, біз мені сотқа Қарасай ауданы берген екен. Сонымен біз прокурормен дауға барып үлкен, Тоқаевқа жаздық, ООНға жаздық. Ген прокурор бәріне жаздық. Соңында сотқа бірінші заседаниясына 5 күн қалған кезде прокурор ескісін отозвать етті, іс тоқтатылды. Алайда жаңа үйге қоныстанып, жағдай біршама реттелді деген сәтте ауыл аумағында жеке құрылыс компаниялар көріне бастаған. Мұны байқаған жұрт тағы да дүрлікті. Тұрғындар бұл ретсіздікті шенеуніктердің салғырттығынан көріп, биліктен нақты шешім мен әділдік талап етуде. Барлығы жауап берсін. Кім кінәлі? Кім мына жерді сатуға рұқсат берген, одан кейін оны бүкіл 300-ден астам жер телімін беріп халықты алдаған кім? Не деген сұмдық халық шулап, міне арт жағында қаншама халық, мына аз. Бұдан да халық 300-ден астам үйден шыққан кезде 4-5 адамнан 2000-3000 адамды мына жерде сорлатып қойған әкімдіктер жауап берсін. Ауыл тұрғындарының айтуынша үйлері заңдастырылмағандықтан тұрғылықты мекен-жай бойынша тіркеле алмай отырған көрінеді. Соның кесірінен баланы мектепке беру, мемлекеттік көмек алу сияқты негізгі құқықтарымыздан қағылып отырмыз дейді. Халықтың наразылығынан кейін оқиға орнына тәртіп сақшыларымен бірге аудан мен облыс әкімдігінің өкілдері жетті. Шенеуніктер мәселе бақылауда екенін айтып, алдағы 2 ай ішінде түбегейлі шешіледі деп сендіріп отыр. Қазіргі кезде осы жиналған халықтың мұқтажын тыңдап, осы мәселені шешу мақсатында облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес және облыс әкімінің орынбасары Рустам Мұратұлының тапсырмасына сәйкес сәулет басқармасы мен бас жоспарға өзгеріс енгізу жұмыстары басталды. Егер қаражат бөлінген жағдайда ғана біз жасаймыз. Сол себепті біз ауданнан қаражатты өтінімді күттік. Одан кейін біз ары қарай бюджеттік өтінім жолдап қаражаттың түсуін күттік. Сәулет және қала құрылысы басқармасы барлық тиісті рәсімдерді аяқтағаннан кейін мәселе кезең-кезеңмен шешіледі. Жеке тұрғын үй құрылысына арналған жаңа бас жоспар бекітіледі. Сол бас жоспар аясында жол инженерлік инфрақұрылым тарту жұмыстары жүргізіледі. Ал біз ауылдық округ әкімдігі ретінде бұл жағдайды үнемі бақылауда ұстап отырамыз. Билік басындағылар уәде беруден танар емес, ал шарасы таусылған халық тағы да сеніп, күтуден басқа амал таппай отыр. Бұл жолы мәселе нақты шешімін табады деген үмітте. Назерке Ержанқызы, Дидар Елеу, КТК, Алматы облысы.